Қадірлі аталар мен апалар, бүгін мен сіздерге шын жүректен қуаныш сыйлағым келеді. Өйткені бүгінгі жаңалық бұл тек жаңалық емес, бұл сіздердің өмірлеріңіздегі шынайы өзгеріс. Мемлекет 2026 жылдан бастап үйден шықпай-ақ, кезекке тұрмай-ақ, жүйке жұмсамай-ақ зейнетке шығуға мүмкіндік беретін жүйені толық іске қосты. Естідіңіз бе? Үйден шықпай-ақ, жай ғана телефонға келген бір SMS-ке жауап беру жеткілікті. Мен Бекзат Уларман, заңгер, адвокат және қазақстандық зейнеткерлердің заңи қорғаушысы. Осы арнада біз әрдайым сіздердің жағыңызда тұрамыз, заңдарды қарапайым тілде түсіндіреміз, ақшаларыңызды қорғаймыз. Бүгінгі ролик соңына дейін қараңыз, себебі мен сізге нақты қадамдарды айтамын. Бұл жаңа жүйені қалай пайдаланамын, алаяқтардан қалай сақтанамын, және егер SMS келмесе не істеймін деген сұрақтарыңыздың барлығына жауап беремін. Дайын болсаңыз бастайық. Қадірлі отандастар, мен сізден бір сәт ойланып қойыңызды өтінемін. Есіңізде бар ма? Хакходағы сол ұзын кезектер. Таңертеңгі сағат 7-де, кейде 6-да есік алдына барып тұратыңыз бар ма? Суықта, желде, шатырсыз тұрып нөмір алуды күтетін сол сәттер. Содан кейін іші толы, шушулы залда сағаттап отыру. Бір операторға жетсеңіз, ол сізге мынау анықтама дұрыс емес, мынау мөр қисық, мынау құжат ескірген дейді. Сіз тағы бір аптаға кетесіз, тағы жинайсыз, тағы кезекке тұрасыз. Еңбек кітапшасындағы бір ғана қате мөр үшін мұрағатқа барасыз. Мұрағатта сізге ол жылдардың деректері бізде жоқ, облыстық мұрағатқа барыңыз дейді. Облыстық мұрағатта 3 айға тізімге жазады. Ал сіз ше, сіз 30, 40, кейде 50 жыл еңбек еттіңіз. Колхозда таңертеңнен кешке дейін жер қаздыңыз. Зауытта, шахтада, мектепте, ауруханада бар жүрегіңізді, бар күшіңізді бердіңіз. Қолыңыздағы қозадақтар сол еңбектің белгісі. Ал осының бәрінің орнына сізді кезек күттіруге, анықтамадан анықтамаға жіберуге кімнің хақысы бар? Ешкімнің хақысы жоқ. Және енді естіңіз бе? Осы азап тарихқа айналды. Кем дегенде болашақ зейнеткерлердің үлкен бөлігі үшін. Бұл роликте мен осыны дәлелдеймін. Ал сіздерден өтінішім бар. Пікірлер бөліміне өтіліңізді, мамандығыңызды және бірінші рет алған зейнетақыңыздың мөлшерін жазыңыз. Бұл өте маңызды, себебі сіздердің тарихтарыңыз, бұл біздің халқымыздың тарихы, мен әр пікірді оқимын. Қадірлі аталар мен апалар, осы жерде бір сәт тоқтап өтейін. Егер сіз бұл арнаға әлі жазылмаған болсаңыз, дәл қазір жазылыңыз. Неліктен? Себебі бүгінгі заманда цифрлық сервистер өте жылдам өзгеруде. Бүгін бір ереже жұмыс істесе, ертең жаңасы шығады. Бүгін бір қызмет тегін болса, ертең шарттары өзгереді. Және ең қауіпті нәрсе, интернет алаяқтары осы өзгерістерді пайдаланып, сізді алдауға тырысады. Олар жалған SMS жібереді, жалған сайттар ашады, жалған заңгерлер ретінде хабарласады. Заңдарды және цифрлық сервистердің шын мәнінде қалай жұмыс істейтінін білген адам ғана өзін қорғай алады. Біздің арна сіздің заңи қорғаныңыз. Мен мұнда тұрақты түрде жаңа заңдарды, өзгерістерді, нақты нұсқауларды түсіндіремін. Жазылу батырмасын басыңыз және қоңырау белгішесін қосыңыз, сонда маңызды жаңалықтарды бірінші болып білесіз. Жасайық. Енді тарихи контекстке өтейік, себебі осыны түсінбей бүгінгі жаңалықты толық бағалау мүмкін емес. Бұдан 10-15 жыл бұрын зейнетке шығу деген не еді? Бұл қағаз анықтамалардың шексіз тізімі. Жұмыс берушіден анықтама, тұрғын үй комитетінен анықтама, салық органынан анықтама, банктен анықтама, мұрағаттан анықтама. Әрбір анықтама бұл жеке кезек, жеке уақыт, жеке жүйке. Ал егер сіз бірнеше жерде жұмыс еттіңіз бе, немесе кеңес дәуірінде жұмыс өтіліңіз болды ма, онда облыстан облысқа, мемлекеттен мемлекетке хат жазу керек болатын. Кейде бірнеше айға созылды, кейде деректер мүлдем табылмады. Адамдар жылдар бойы еңбек еткен, бірақ бірнеше жылдың еңбек өтілін дәлелдей алмай қиналды. Енді салыстырайық. 2025 жылы Қазақстанда 26 миллион мемлекеттік қызмет онлайн форматта көрсетілді. 26 миллион. Бұл хауаға бармай, үйлерінде отырып, жұмыстарын жасай отырып, тіпті жатып өз істерін шешті деген сөз. Ал оның ішіндегі ең маңызды жаңалық бұл отбасының цифрлық картасы платформасы, яғни қысқаша ОЦК деп аталатын жүйе. Бұл жүйе eGovMobile қосымшасымен байланысты және азаматтар туралы барлық деректерді бір жерде жинақтайды. Сіздің туу туралы куәлігіңізден бастап, зейнеткерлік жасыңызға дейін бәрі сол жерде. Және осы жүйенің негізінде жұмыс істейтін жаңа проактивті қызметтер
концепциясы пайда болды. Яғни мемлекет енді сізден өтініш күтпейді, мемлекет өзі сізге хабарласады. Енді ең маңызды бөлімге келейік. Бұл жүйе нақты қалай жұмыс істейді? Мен сізге қарапайым тілде қадам бойынша түсіндіремін. Бірінші нәрсені айтып өтейін. Бұл қызмет проактивті деп аталады. Проактивті деген сөздің мағынасы жүйе сізге барады, сіз жүйеге бармайсыз. Яғни сіз өтініш жазудың, кезекке тұрудың, анықтама жинаудың қажетін жоқ. Мемлекеттік деректер базасы сіздің туған күніңізді, жасыңызды үздіксіз бақылайды. Ерлер үшін зейнеткерлік жас 63, әйелдер үшін 61. Сіздің жасыңыз осы шекке жеткен сәтте жүйе автоматты түрде іске қосылады. Одан кейін жүйе сіздің еңбек өтіліңізді тексереді. Ол үшін ол ЕНПФ бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының деректерімен, мемлекеттік мұрағаттармен және салық органдарының деректерімен тікелей байланысады. Барлық тексеру автоматты режимде сіздің қатысуыңызсыз жүреді. Және егер барлығы сәйкес келсе, сіздің телефоныңызға 1414 нөмірінен, яғни 1444 нөмірінен SMS келеді. Бұл SMS-те не болады онда? Сізге зейнетақы тағайындау мүмкіндігі бар, растайсыз ба деген мазмұн болады, және жауап беру үшін қарапайым код немесе иә деген сөз жіберу сұралады. Сіз сол кодты жіберген соң бәрі дайын. Зейнетақы тағайындалды. Ешқандай кезек, ешқандай анықтама, ешқандай жүйке, тек бір SMS жасаңыз, сіздер осыны лайық. 30-40 жыл еңбек еткен адамдарды бір SMS арқылы зейнетке шығарудың мүмкіндігі, бұл мемлекет сіздерге деген құрмет белгісі. Және бұл тек бастама, алдағы жылдарда цифрлық қызметтердің ауқымы одан да кеңейеді. Бірақ, қадірлі отандастар, мен сізге ең маңызды ескертуді айтпай кете алмаймын. Себебі мен заңгермін және мен алаяқтардың схемаларын жақсы білемін. Осы жаңа жүйе жұмысқа кіріскеннен бері алаяқтар да ояна бастады. Олар сіздерге дәл осы жүйені пайдаланып жалған SMS жіберуде. Олардың мақсаты сіздің жеке деректеріңізді, телефон нөміріңізді, жеке куәлік нөміріңізді алу, кейде қауіпсіз қосымшаны жүктеп алуды сұрайды. Сол қосымша арқылы телефоныңызды толық бақылауға алады. Сондықтан мен сізге 5 нақты ережені айтамын. Бірінші ереже, шын ресми SMS тек 1414, яғни 1444 нөмірінен ғана келеді. Басқа кез келген нөмірден келген зейнетақы туралы хабарлама бұл алаяқтық. Нөмірге назар аударыңыз. 1414. Екінші ереже, ешқашан, ешқандай жағдайда SMS немесе мессенджерде сізге жіберілген сілтемеге баспаңыз. Мұнда тіркелсеңіз зейнетақыңыз жылдам тағайындалады деген сілтеме алаяқтардың торы. Үшінші ереже, қауіпсіз қосымша, мемлекеттік қорғаныш қосымшасы, арнайы зейнеткерлер қосымшасы деп жүктеп алуды сұраса, мүлдем жүктемеңіз. Мемлекет сізден ешқандай бөгде қосымша жүктеуді сұрамайды. Төртінші ереже, жүйенің сізді таба алу үшін сіздің телефон нөміріңіз мемлекеттік деректер базасына тіркелген болуы керек. Бұл үшін eGov Mobile қосымшасын ашыңыз және мобильді азаматтар бөліміне өтіңіз. Сол жерден нөміріңізді тіркеңіз. Бұл өте қарапайым, бірақ өте маңызды қадам. Егер нөміріңіз тіркелмесе, жүйе сізге SMS жібере алмайды және сіз ыңғайлы қызметтен айырыласыз. Бесінші ереже, егер сіздің жасыңыз жетті, бірақ SMS келмесе, дереу қоға немесе ЕНПФ кеңсесіне барыңыз. Жеке куәлігіңізді, еңбек кітапшасын немесе мұрағат анықтамасын алып барыңыз. Операторға проактивті зейнетақы тағайындауы туралы сұраңыз. Өтінішті 2 данада жазыңыз, бірі сізде қалсын. Мұны есіңізде ұстаңыз. Деректеріңіз базада дұрыс тіркелмесе, жүйе сізді таппауы мүмкін. Бұл техникалық қателік сіздің кінәңіз емес. Және заңгер ретінде айтамын, сіздің зейнетақы алуға толық заңи хақыңыз бар, оны ешкім сізден ала алмайды. Қадірлі аталар мен апалар, бүгін біз бірге өте маңызды тақырыпты талқыладық. Мемлекет сіздерге қарай қадам жасады. 1414 нөмірінен келетін бір SMS және зейнетақыңыз тағайындалады. Ешқандай кезек, ешқандай анықтама, ешқандай жүйке. Бірақ бұл жүйені дұрыс пайдалану үшін eGov Mobile қосымшасында нөміріңізді тіркеу керектігін ұмытпаңыз. Және алаяқтардан сақ болыңыз, тек 1414 нөмірі ресми. Ал енді мен сізден бір сұрақ қоямын және пікірлер бөліміне жазыңыз. Мен оқимын. Сіздердің арасыңызда 1414-тен осындай SMS келгендер бар ма? Зейнетақыны жүйке жұмсамай үйде отырып рәсімдедіңіз бе? Әлде қолға барасыз ба? Және осы жаңалық сізге әділетті көрінді ме? Жазыңыз.
Сіздердің пікірлеріңіз өте маңызды, себебі басқалар сіздің тәжірибеңізден үйренеді. Қадірлі аталар мен апалар, өмірде денсаулық, ынтымақ пен береке болсын. Сіздер біздің халқымыздың алтын ұрпағысыз. Еңбектеріңіз біздің мақтанышымыз. Заңи сауатты болыңыздар, алаяқтардан сақ болыңыздар. Мен Бекзатыл Арман, бұл арнада сіздермен боламын. Сау болыңыздар.